Құрметті әріптестер, сіздерге біз бүгін бір жақсы жаңалық ұсынайын деп отырмыз. Мектеп баспасы 11-ші сыныптың оқулығын қазақ тілінен сіздерге таныстырмақшы бүгіннен бастап. 10 сабақ бойы біз бүгін мектепте жүріп жатқан қазақ тілінің жаңартылған бағдарлама бойынша оқулығының егжей-тегжейін таныстыратын боламыз. Бүгін бірінші сабақта біз қазақ тілінің қазіргі жаңартылған бағдарлама бойынша концепциясы, онда қолданатын әдіс-тәсілдер, онда берілетін грамматика, жалпы оқулықтың құрылымы бойынша сөз болады. Сондықтан енді әңгімемізді слайд көрсету арқылы жалғастырайық. Бұл қазақ тілінің 11-ші сыныптың оқулығы. Екі оқулық жаратылыстану бағыты бойынша, қоғамдық бағыт бойынша. Екеуі бірдей, тек сағат санында ғана айырмашылық бар. 11-ші сыныптың оқулығы сіздерге жаңалық емес, өйткені сіздер бұған дейін жаңартылған бағдарлама бойынша оқытып келе жатырсыздар. 5-ші, 7-ші сыныптарды оқыттыңыздар. 6-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарды оқыттыңыздар. Менің атым Қапалбек Бижомарт Сейсенбекұлы. Мен осы мектеп оқулықтарының, мектептен шығатын оқулықтардың авторымын. 5-ші, 7-ші, 8-ші, 10-ші, 11-ші сыныптың жетекші авторымын. Қасымда көмекші тел авторлар бар. Әрине жаңыз жазбаймыз. Оқулық жазу өте күрделі жұмыс. Оның педагогикалық жағы бар, методикалық жағы бар. Сонан кейін жаңағы білім мазмұны бар. Біз көбіне осы білім мазмұнына жауап береміз. Бұл бірінші сабақ, жаңа өзім айттым. Бұл жерде қазақ тілі пәнінің оқыту мақсаты айтылады. Қазақ тілінің пәнін не үшін оқытамыз деген әңгіме айтылады. Екінші сабақта оқулықтың құрылымы мен концепциясы айтылады. Үшінші сабақта грамматиканы жаңартылған бағдарлама бойынша оқытудың ерекшеліктері айтылады. Төртінші сабақта оқытудың тиімді әдістері мен технологиясы айтылады. Бесінші сабақта жоғарғы сынып оқушылардың белсенділігін арттыратын оқытудың тиімді жолдары айтылады. 6-шы сабақта PISA халықаралық зерттеулер форматындағы тапсырмалар және оларды орындау жолдары айтылады. 7-ші сабақта актіні қалай қолдану тәжірибесі айтылады. 8-ші сабақта тілдік талдаулар айтылады. 9-шы қалыптастырушы бағалау стратегиясы, 10-шы оқу мақсаттарына арналған қымыжы үлгілері көрсетіледі. Жалпы 10 сабақтан тұратын бір кешен. Осыны түгел қарап шығуларыңызды, тыңдауларыңызды сұраймыз. Көмегі орасан зор. Қазіргі қолданыстағы жаңартылған бағдарламадағы мақсат мынандай. Қазақ тілі пәнін оқытудың мақсаты ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру. Сондай-ақ қазақ әдебиет тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлеуге және сауатты жазуға үйрету. Мақсат қандай болу керек? Біздің ойымызша оқулықтың мақсаты оқушыны коммуникативтік дағдыларын жетілдіруге, кез келген деңгейдегі, кез келген санаттағы мәтіндерді тануға, мәтін тудыруға, шығармашылыққа үйретуге және орта мектепке сай лингвистикалық білім беруге, тіл білімі терминдерін біліп, тіл бірліктерін түстеп тануға үйретеді. Үйретуіміз керек қазақ мектебінде. Сондықтан біз оқулықта да, 11-ші сыныптың оқулығында осы мақсатты көздедік. Құрметті әріптестер, қазақ тілі орта мектептегі білім алушының келешек өміріне қазық болатын, функционалды білім беретін негізгі пән. Өйткені ол өмірге керек білімді береді. Ол сөйлеуге үйретеді, ол жазуға үйретеді. Адам, мысалы физиканы оқыған адам бір тоққа қатысты, физиканың заңдарына қатысты жерлерде жұмыс істемеуі мүмкін, өмірде ол оған керек болмауы да мүмкін, кейбір нәрсесі керек болуы мүмкін.
Ал сөйлеу мен жазу кез келген адамға керек, оны қазақ тілі пәні үйретеді. Сондықтан қазақ тілі пәні негізгі пән болып саналады. Жазуға үйрету үшін орфографиялық, пунктуациялық нормаларды сақтау қажет. Сөйлеуге үйрету үшін орфоэпиялық нормаларды сақтау қажет. Сондықтан бұны грамматикалық, лингвистикалық білім дейміз. Яғни дұрыс сөйлеу үшін, дұрыс жазу үшін бала грамматикалық білімді білу керек. Біз сол грамматикалық білімді береміз. Оны қазақ тілі оқулығы береді. Оқулықтың тұжырымдамасында ол грамматикаға негізделмеген, ол мәтінге негізделген. Біз баланы мәтінді тануға үйретеміз, мәтіннің мазмұны мен құрылымын, стилін танимыз, мәтін тудыруға үйретеміз. Мәтін тудыру үшін орфоэпиялық, орфографиялық нормаларды сақтауға үйретеміз. Соны білуге, қысқасы, кез келген тілдік бірлікті ауызша жазбаша тудыру кезінде грамматикалық нормаларды сақтауға үйретеміз. Оны сақтайтын, оны сақтандыруға көмектесетін лингвистикалық білім, яғни лингвистикалық білім керек балаға. Оны қайталап жатпайын. Оқулықта мынандай шартты белгілер бар: ой түрткі, оқу, айту, тыңдау, жазу, деңгейлік тапсырмалар, талқылау, табу және талдау. Талдау дегеніміз ол кәдімгі лингвистикалық талдау, тілдік талдаулар. Ол деңгейге негізделген, фонетикалық талдау бар, сөз жасамдық талдау бар, морфологиялық талдау бар, сөзді синтаксистік талдау бар. Синтаксистік талдау жай құрмалас сөйлемдерге қатысты бөлінеді. Сөз жасамның өзі морфологиядан бөлінді ғой. Сондықтан морфологиялық талдау мен сөз жасамдық талдау бөлек берілген. Бұл жерде біз лингвистикалық білімді балаға талдау арқылы беруді көздеп отырмыз. 11 сыныптың оқулығында осы тілдік талдаулар өн бойында бар. Оны кейін ашып танысқан кезде көре аласыздар. Кейінгі сабақтарда жеке осы талдауға қатысты сабақ болады. Сол кезде осыны тереңдетіп кеңірек айтады ұстаздар, авторлар. Енді мынау мектеп баспасы мен оқулық авторларының деректері. Сіздер оқулық авторларымен байланыс орнатуларыңыз керек. Оқулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, мына жердегі авторларға хабарласуларыңыз керек. Оқулықтың әдістемесіне қатысты сұрақтарыңыз болса, мына авторларға қатысты хабарласуларыңыз керек. Мысалы, Ерғожина Шаттыққа, мектеп баспасының өкіліне, мысалы мектеп баспасынан шыққан оқулықтың рәсімделуіне, суретіне, техникалық қателеріне байланысты осы мектеп баспасының уәкіліне қатысуларыңызға болады. Жалпы слайдтың электрондық нұсқасын почта арқылы алуға болады. Жалпы осы почта директормен хабарласып, авторлармен үнемі байланыста болуларыңызды сұраймыз. Рахмет, іске сәт.